Біз Евгений Алексеевич Федоровпен әңгімелесіп отырмыз. Ол Ресей армиясының полковнигі, Ресей парламентінің төменгі палатасының депутаты, экономика ғылымдарының кандидаты, Ресей Федерациясының шынайы мемлекеттік кеңесшісі және бюджет және салық комитетінің мүшесі. Сіз Ресей үшін ақш пен Ресей арасындағы дауды шешудің қолайлы нұсқаларының бірі ретінде ядролық қаруды қолдану мүмкін екенін айтасыз. Ядролық қарумен соққы жасау емес, оны қолдану қаупі туралы айтып отырсыз. Солай ма? Және бұл ақш пен Ресей арасындағы, атап айтқанда, Украинадағы соғыс түрінде көрініс тапқан қақтығысты аяқтайды дейсіз. Жалғастырайық. Неліктен сіз бұл әдіс жұмыс істейтініне сенімдісіз? Стратегиялық ядролық қару жасалған кезде әңгіме стратегиялық қару туралы болған. Тағы да тактикалық ядролық қару бар. Ол қолдану үшін емес. Өйткені бұл қару, егер оны теориялық тұрғыда қолданса, онда толық көлемде 1-2 оқ дәрі, зымыран емес, түгелдей қолданылады. Бұл адамзаттың жойылуы. Жалпы жер планетасы жойылады. Яғни ол бастапқыда соғыс алаңында бір күні қолдану үшін жасалмаған. Ол қорқыту үшін жасалған. Ал қорқыту арқылы ол тиісінше келісімге келу үшін жасалған. Стратегиялық ядролық қару бұл әлемдегі ең бейбіт қару. Өйткені ол соғыстың алдын алу үшін жасалған. Ол ешқашан қолданылған жоқ. Жоқ, ол үнемі қолданылып келді, бірақ қорқыту факторы ретінде қолданылды. Яғни, шын мәнінде бұл саясат факторы, ал ұрыс алаңының әскери факторы емес. Ал саясатты дұрыс қолданса, ол ұрыс алаңынан да күшті болады. Бұл механизм қалай жұмыс істейді? Міне, егер біз оның қалай жұмыс істейтінін ақш мысалында талдарымыз келсе. Яғни, қауіп төндіріледі. Бұл қауіп шынайы, яғни бұл қауіп туралы ақпаратты цензурадан өткізу. Яғни қауіп туралы ақпараттың таралуына жол бермеу мүмкін емес. Әсіресе қазіргі қоғамда, өйткені ол бұл қауіпті өз басынан өткеріп жатқан адамдар арасында таралады. Бұл қауіп сол елдегі жүздеген миллион адамға билікке қысым жасауға түрткі болады. Яғни билік осы жеке қауіптен оларды құтқарсын деп. Бірдеңе ұшып келеді, бәрі өледі. Біреу солай шешеді, біреу бұл тек 1% деп ойлайды, бірақ мүмкіндік бар. Бұл қауіп механизмі қалай жұмыс істеді? Мысалы, елестетіп көріңізші, Нью-Йорк қаласы үлкен қала. Солай тек бір ғана қалада 42 000 ядролық бомбаға арналған паналау орны жер астына көмілген. Яғни, әрбір ірі маңызды нысан салынғанда, қала құрылысы нормалары бойынша міндетті түрде ядролық паналау орны болуы керек. Сұрақ, Америка Құрама Штаттарында Кеңес одағынан басқа біреу ядролық стратегиялық қарумен қорқытқан ба? Жоқ, ондай болған жоқ. Иә, жалпы ешкімде ондай жоқ қой, ешкімде ондай мүмкіндік болмаған. Өйткені стратегиялық ядролық қару, яғни стратегиялық міндеттерді шеше алатын қару тек екі елде ғана бар, ақш пен ксро-да және Ресейде. Стратегиялық дегеніміз стратегиялық міндеттерді шеше алатын қару. Бұл дегеніміз сапалық сипаттама жетеді, және сандық сипаттама жояды. Мысалы, сапасы жағынан қашықтыққа ұша алатын мұндай қару Англияда, Францияда, Қытайда бар. Ал саны жағынан тек Ресей Федерациясы мен ақш-та ғана бар. Жақсы, енді келесі мәселеге көшейік. Сіз оның бар екеніне сенімдісіз бе? Өйткені рұқсат етсеңіз, мен сәл-сәл кезең-кезеңмен сұрайын, жарай ма? Біріншіден, Кеңес одағында ядролық қарудың негізгі арсеналы 60 және 70 жылдары жасалды. Иә, сол кезде осы оқтұмсықтардың негізгі бөлігі жасалған. Ядролық материалдар жатқан кезде олар бұзылады. Сіз мұны өте жақсы білесіз ғой. Иә. Яғни, бәрібір жартылай ыдырау жүреді, және олар былайша айтқанда соғыс қуатын жоғалтады. Тіпті мүлде жарылмауы да мүмкін. Иә. Көп бөлігі ашық түрде бүлінген бұл бір. Екінші жайт, Кеңес одағы ыдырағаннан кейін уран бойынша келісім болды. Сол кезде осы жоғары байытылған қару жарақтық уран Америка Құрама Штаттарына шығарылды. Бұл құпия болған жоқ. Бұл Қоймалардан. Иә, жалпы шығарылды. Қоймалардан. Бұл келісімнің өзінде жазылған еді, ВО келісімі, Новгород-Чина Мырзин. Иә. Яғни, шынымен де ыдырау өз алдына жүріп жатыр. Ядролық қарудың ескіруі бар. Оған қоса оның бір бөлігін алып кетті. Иә, және біз қарапайым азаматтар ретінде мүлде білмейміз ғой. Қайда, не, қанша бар екенін, солай ма? Ол қайда орналасқан? Қанша оқтұмсық бар?
Ештеңе, яғни бізде қандайда бір нақты сандар бар, оны мысалы президент айтуы мүмкін, қорғаныс министрлігі айтуы мүмкін, бірақ біз оның рас өтірігін білмейміз. Біз тексере алмаймыз. Біз орыстар ақшта қанша оқтұмсық бар екенін тексере алмаймыз, және керісінше де солай. Иә. Бұл қараңғыда ойнау сияқты. Ресейде шынымен ядролық қару бар ма? Мен қазір саясаткер ретінде бір нәрсе айтайын. Бұл қарудың сапасы маңызды емес. Яғни, бүкіл әлемде Ресей мен ақшта стратегиялық ядролық қару бар деген пікір бар. Нүкте. Осындай пікір бар. Әрине, мемлекет деңгейінде және ғалымдар деңгейінде олар жауынгерлік параметрлерді бақылап отырады. Иә. Яғни, олар зымырандарға қол жеткізе алады. Олар қарап отырады. Оларда жанама дәлелдер бар. Яғни, осы зарядтардың, былайша айтқанда, жауынгерлік қабілетін тексеретін механизмдер бар, және тағы басқа. Билік үшін бұл құпия емес, оның бар екені, саны мен сапасы да белгілі. Билік бар сияқты көрінуі мүмкін, ал шын мәнінде ол болмауы да мүмкін. Сіз осы қарудың қалай жұмыс істейтін механизмін тыңдап көріңіз. Оны ешкім жарылыс тұрғысынан тексерейін деп жатқан жоқ. Оны неге болмайды? Келіңіздер, ең болмаса бір зымыранды солтүстік мұзды мұхитқа ұшырып көрейікші. Сіз Нью-Йорктегі үй шаруасындағы әйелдерге айта салыңызшы, олар ядролық қарудың нысанасы екенін. Полония жасаудың несі жаман? Сіз Нью-Йорктегі үй шаруасындағы әйелдердің реакциясын көріңізші. Маңызды емес, 1% болсын, 10%, 50% болсын, реакцияны көріңіз. Яғни, Америкалық қоғам солай құрылған. Олар нысана екені туралы ақпарат олар үшін бұл апатты сипаттағы ақпарат болады. Яғни, жай ғана дүрбелең. Әрі қарай категория бойынша 5% шизофрениктер 3-5%-ға дейін түсінікті, бәрін қиратады, маңдаймен қабырғаны ұрып, қашуға тырысады. 20% интроверттер, яғни белсенді халықтың бөлігі, иттерін алып, көліктеріне отырып кетіп қалады. 3%-дің ішінде біреулері тіпті терезеден секіріп кетуі мүмкін. Яғни, халықтың арасында толыққанды дүрбелең қалыптасады. Бұл топтық сезім, ол билікке орасан зор әсер етеді. Бұл жай ғана ақпарат тараса, яғни нысанаға алынғаны туралы мәлімет шықса. ақш билігі. Америкалық демократия жүйесі өте нәзік бапталған. Бұл америкалық механизмнің ерекшелігі. Оларда мыңжылдық сабақтастық жоқ. Ол билік механизмдерін жауапкершілік, баптау, сенім тұрғысынан өрескелдеу етуге мүмкіндік беретін еді. Сондықтан ол жақта бәрі өте нәзік жүктелініп тұр. Оларда халықтың 10, 20, 30%-ның күн тәртібінде. Саясатта оны күн тәртібі дейді. Біз қорқамыз. Ертең бізді қаза табуымыз мүмкін. Ел жойылуы мүмкін. Бүкіл мемлекеттік жүйе қайта құрылуы мүмкін деген ой пайда болған сәтте. Сіздер көрдіңіздер ғой. Ол жақта сайлау қалай өтеді? Демократтар, республикашылар, 30% үрейшіл адамдар пайда болады. Бәрі құлайды. Биліктің бүкіл іргелі компоненті шайқалады. Ішкі дағдарыс басталады. Қай жерде ол? Онда ешқандай дағдарыс жоқ, бәрі қалыпты. Себебі сіз социологияны көтеріп отырсыз. Ол менің үстелімде жатыр. Мына қағаздардың арасында көмулі тұр. Мен сізге көрсете аламын. Онда былай делінген. Америкалық қоғам Украинадағы қақтығыс аясында Ресей Федерациясынан ешқандай қауіп көріп отырған жоқ. Бұнды. Америкалық қоғамды инфляция, жұмыссыздық, тұрмыстық қылмыс алаңдатады. 4-ші орында медицина. Барлығы. Біз қорқамыз деген жоқ. Яғни, қарапайым америкалыққа бұл мүлде қатысы жоқ. Америка Украинаға қарудың 3-2-сін, ақшаның 3-2-сін жеткізіп отыр. Америкалық қоғам бұл соғысты өзінікі деп санамайды. Мүлде. Ал бұл олардың соғысы. Себебі дәл осы артиллериялық құрылғылар, дрондар, барлау біздің сарбаздарды өлтіріп жатыр. Яғни, бұл Американың соғысы. Бірақ америкалық түсінікте ондай жоқ. Яғни, егер біз соғыстың ақпараттық жағы туралы айтсақ, ақша аумағында біз оны толықтай ұтылдық. Бірақ нысанаға алу факторының пайда болуы, ол суық соғыс кезінде қалай жұмыс істесе, дәл солай автоматты түрде ежелгі жадыны оятады. Сол жады бомбаға қарсы паналарды салдырған ақштың қорғаныс министрлерін орыстар келе жатыр деп айқайлап, терезеден секіруге мәжбүрлеген. Әрине, бұл десант емес еді. Бұл кеңес одағынан зымыран қаупі болатын. Яғни, мүлде басқа қоғамдық саяси ахуал қалыптасады.
Және осы ахуалдың өзі ядролық тежеудің механизмі болып табылады. Жарылыстар немесе шабуылдар, не басқа бір нәрсе емес. Міне, бұл осылай жұмыс істейді. Көптеген адамдар осылай ойлаған. Айтпақшы, мен де солай ойладым. Алғаш рет сізге 2012 жылы келгенімде. Мен Ресейге ешкім шабуыл жасамайды деп сенімді болдым. Барлық ресейліктер сияқты. Иә. Өйткені Ресейде ядролық қару бар және қуатты армиясы бар. Бірақ көріп отырғанымыздай, бүгін 2025 жылы, 13 жыл өткен соң бізді үнемі атқылап жатыр. Тіпті дрондар біздің ауданға дейін ұшып келіп, сол жерде атып түсірілді. Әскери нысандарға, мұнай базаларына, жалпы барлық жерге, әскери кәсіпорындарға, басқа да орындарға соққылар жасалып жатыр. Яғни, бұл нағыз соғыс болып жатыр. Ал 13 жыл бұрын біз не туралы сөйлестік? Біздің үшінші тармағымыз қандай еді? Ресейде егемендік жоқ деген. Яғни, мұның бәрі бізге қатысты емес. Егемендік деген не? Егемендік бұл билік. Егер сізде ұлттық билік болмаса, қаншалықты мықты болсаңыз да, ядролық қаруыңыз болса да, ол қару сіздің мүддеңіз үшін қолданылмайды. Туралы айтамын, Ресейде ядролық қару жоқ деп. Шын мәнінде. Бұл маңызды емес. Яғни, бар болсын, бірақ оны қолдана алмайды ғой. Біріншіден, бұл маңызды емес. Екіншіден, Ресейде жеткілікті әлеует бар. Егер бірдеңе дұрыс істемей қалса, оны тез қалпына келтіре алады. Яғни, бұл мәселені шешудің басқа технологиясы. Сондықтан уайымдаудың қажеті жоқ. Оны америкалық үй шаруасындағы әйелдер уайымдай берсін. Сеніңіз, олар ядролық қарудан мүлде хабарсыз. Расымен сол. Оларға ол керек емес. Олардың міндеті үрейленіп қашқан кезде ыстық сорпаға төгілу ғана.